Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының тапсырысы негізінде дәл қазір Абай ауданына қарасты бірнеше ел мекеннің ішкі көшелері орташа жөндеуден өтуде. Атап айтқанда, Ынтымақ шағын ауданының өзінде бірнеше тас көшеге жаңадан асфальт жабындысын төсеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, талай жылдан бері ең өзекті мәселесі жолдың жайы болып келген Қыз Жібек көшесі де биыл жөндеуден өтетін нысандар қатарына еніп, мұнда да асфальттау жұмыстары басталды. Абай ауданының бірнеше ел мекенінде жалғасып жатқан жол жөндеу жұмыстарын тиісті салада тәжірибесі мол мердігер компания Әлем Трансжол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асыруда. Мердігер мекеме өкілдерінің айтуынша, құрылыс жұмыстарының сапасына басымдық беріле отырып, жөндеуден өткен ішкі көшелерге 3 жылға дейін кепілдік мерзім беріледі. Яғни сол аралықта ақау анықталған жолдарды мердігер мекеме өз есебінен қайта қалпына келтіреді. Шымкент қаласы бойынша тас көшелерді асфальттандыру жұмысы тендер шыққан. Сол бойынша Абай ауданында 665 мың квадрат жол жамылғысын салуымыз керек. Шақырымға шағатын болсақ, 110 шақырымдай жоба қарастырылған. Бірақ өтпелі кезеңмен 5 күндей болып жұмыс бастағанымызға осы Ынтымақ мөлтек ауданында Қыз Жібек көшесі уже 4-ші көше болып саналады. 4-ші көшенің жұмысын бастадық. Енді сапаға қанша жыл кепілдік бересіздер? Сапаға 3 жыл. 6 сантиметр ірі түйіршік тасты асфальтобетон, 4 сантиметр майда түйіршікті асфальтобетон жабындысымен төселеді. Ұлттық сапа кеп тексереді. Дәл осы тұрған көшемізді мынау шағал тастың нығыздығы бойынша асфальт сала беруге рұқсатын беріп кетті. Біздің өзіміздің инфралаб деген зертханамыз бар. Ол мекемеде келіп, рұқсатын бергеннен кейін асфальт қабылдап жатырмыз. Қазір мына бірінші қабатын төсеп жатырмыз. 5 күннен кейін өз тығыздығын жинап болғаннан кейін 5 күннен кейін екінші қабатын төсейміз деп жоспарлаудамыз. Шетін обочинасын үйлерге дейін шамалап көреміз. 1,5 метрден 1 метрге дейін шағал таспен жектемесін істеп береміз. Ең басты талай жыл күткен мәселе өз шешімін тауып, көшелеріне асфальт жабындысы төселіп жатқан жергілікті тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Бұған дейін тас көшені тегістеумен әбігерге түсіп, шаң тозаңына мезі болған ағайын Шымкент қаласының әкімі Ғабит Әбдімәжитұлы Сыздықбековқа, қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ролан Ибрагимовқа, сонымен бірге игілікті істің басы қасында жүрген Абай ауданының әкімі Сұлтанхан Шәкір Асылханұлы мен аудан әкімдігі аппаратына шынайы алғыстарын білдіріп жатты. Біздегі жылдағы мәселе көше мәселесі болатын. Жыл сайын жаңбырдан жыра пайда болатын. Соған өзіміз тұрғындар жиылып тас төгетіміз жылда. Биыл енді Абай ауданы әкімі жиналыс жасаған кезде көктемге осы Ынтымақ шағын ауданында асфальтталмай қалмайтын, жол болмайды дейтін. Сол ердің сөзі екі болмайды дейтін. Рахмет Абай ауданы әкімдігіне. Және де қала әкіміне рахмет айтамыз. Транспорт басқармасына рахмет айтамыз. Осындай көшемізде жол төсеп беріп атқанына. Ендігі кезекте осы жолды сапалы қылып жасап берсе. Рахмет, жаңадан жол салып, бұрын кезінде таста болмайтын, лай болатын тасты өзіміз төсеп, әйтеуір шамалап, дұрыстап тас төсеп сөйттік қой. Қанша жылдан бері тұрды. Жан-жақтың бәріне түсіп, біздің көшеміз қайып кетті. Рахмет. Сұрып атыр әйтеуір. Уәде берген еді. Уәдесінде мен тұрып, жолымыз, көшеміз, асфальт төселіп. Жақсы, өте керемет. Абай ауданының әкімдігіне өте үлкен рахмет, Алла разы болсын. Ендігі жерде Абай ауданына қарасты Ынтымақ 2, Нұршуақ сынды шағын аудандардың ішкі жолдарын жөндеу жұмыстары нәтижесінде тұрғындар тақтайдай тегіс жолмен қатынайтын болады. Ең басты жаңадан төселіп жатқан асфальт жолдардың сапасы техникалық қадағалаушы мекеме мен Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басты назарында. Абай Айбек Бекбауов, Кемел арнасы.